Армысыздар. Бүгін шашақ жасаудың екінші сабағы. Мына мендегі шашақ жасаудың бірінші сабағын көрсетіп қойғанмын видеоға. Видео түсіріп, енді бұл екінші сабағы. Мында осындай ұршық аламыз. Одан кейін осындай дайын жіп, дайын осындай иран жібін аламыз. Бұл енді бұрын әжелеріміз осылай жүнді ұршықпен иірген ғой. Иірген кезде ол өзіне қарай иіреді. Бұда жіпті біз ширатамыз. Ширатқан кезде былай өзіңізге қарай емес, былай алға қарай тек. Шашақ жасау үшін осылай жіпті ширатамыз. Алға қарай. Алға қарай. Өзіңізге қарай емес, тек алға қарай. Осылай жіп ширалу керек. Бұл енді шашақ жасаудың жалғасы. Осындай дайын жіпті аламыз. Иран жібін осылай ұршық аламыз. Сөйтеміз де жіпті ширатамыз. Көзіңізге қарай емес, тек алға қарай. Мен бұның бәрін жай түсінікті болу үшін айтып жатырмын, үйрену үшін. Осылай жіпті ширатамыз. Ширалған кезде осылай ширалу керек. Енді бұл кеше мына ширатып қойған жібім бар. Оған енді мынау осылай моншаға өткізіп қойдым. Осылай моншаға өткізіп аласыздар. Жаңағы ширатылған жіпке өткізесіздер. Кәдімгі жіпке емес, ширатылған жіпке осылай монша өткізесіздер. Енді бұл монша өткізген кезде бәрі былай бірігіп жиналып қалады ғой. Соның арасын былай ашып былай бір қарыстай етіп, осындай бір қарыстай етіп ашып, оны былай алақанға жинаймыз. Алақанға былай шатаспау үшін осылай жинаймыз. Осылай. Алақанға осылай жинаймыз. Моншақтардың әрбір бір моншақтан осылай арасын ашып бір қарыстай етіп, моншақтардың арасы ұзақ та болып кетпеу керек. Бәрі бір келкі осылай бір қарыстай етіп, осындай бір қарыстай етіп, үстіп алақанға жинайсыздар, арасын бір қарыстай етіп. Үстіп осы моншақтың бәрін осы алақанға жинап аласыздар ғой. Одан кейін қайтадан ұршыққа қайтадан орайсыздар. Жаңағы. Одан кейін барып шашақ жасаймыз. Одан кейін барып. Осындай бірінші алақанға жинап аласыздар. Моншақтың арасын бір қарысып ашып. Одан кейін қайтадан осындай ұршыққа жинайсыздар жіпкен. Жаңа ширатылған жібімізді. Бұл енді шашақ жасаудың екінші сабағы.